Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен творожная бабочкидан рецептісімен бөлісемін. Сіздер бұл рецептпен заказ қабылдап, табыс көзіне айналдыра аласыздар. Ең бірінші бөлме температурасындағы жұмсақ май, қаймақ, жұмыртқа, осының бәрін араластырамыз. Одан кейін ішіне қамыр қопсытқышын қосамыз. Және де ұнымызды осылай жаймен қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа демалуға қоямыз. Салмасына творог, қант және де кукуруз крахмалын бір жұмыртқаны салып, блендермен осылай бір келкі масса болғанша еземіз. Дайын болған массаны осындай кондитер қапшығына саламыз. Демалған қамырымызды екі бөлікке бөліп, он себе отырып жаямыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 2 мм болу қажет. Он себуге қорықпаңыздар, он себе отырып, осылай жайып, осындай домалақ пішінді кесетіммен орташа размерін алдым. Артық қамырын жинап аламыз. Артық қамырын қайта елеп, жайып, осылай формаға келтірсеңіздер болады. Ішіне салмамызды салып, осылай екі жағынан біріктіреміз. Бізде осындай форма шығады. Мұқият қарап алыңыздар, алдымен екі жағын біріктіреміз, одан кейін қалған екі жағын біріктірсек, осындай форма шыға келеді. Дайын болған печеньелерімізді пергамент қағазына төсеп, алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста пісіріп аламыз. Үстіне жұмыртқаның жағудың қажеті жоқ. Осындай қызарып піседі. Ыстық болып тұрған кезде қант ұнтағына осылай малып аламыз. Егер суыған кезде малсақ, бұл жабыспай алады. Сондықтан жылы кезінде ыстықтай малып алған дұрыс. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.